деген шапалақ мынау, не деген қошемет мынау, не деген құрмет. Әрине маған емес, бұл шапалақ қошеметтеріңіз Қамбаровтар әулетінің құрметіне. Тағы бір қошемет ағайын. Бәрекелді, рахмет. Армысың оңтүстігім. Оңтүстігімнің игі жақсылары, жақсы жайсаңдары, дүбірлі тойларыңыз құтты болсын, ардақты ағайын. Оңтүстігім жайында жаман сөйлеп бөспеңдер, дей алмайды оны ешкім, қазақшылығы өшкен жер. Әкім қара төрелер, абырой үстемескен жер. Чемоданмен келгендер, вагонменен көшкен жер деп. Берекелі, мерекелі, өнегелі, өрелі. Исі қазаққа үлгі болған, ата тұрып ұл сөйлемеген, ана тұрып қыз сөйлемеген. Қарттары тойдан, жігіті жаудан, қыздары пайдан қайтпаған. Оңтүстігімнің тойы, той қаласысын ағайын. Міне, бүгін тойымыздың төріне сондай керемет қыпшақтың қылықты қызы келіп отыр төрімізге. Айналайын. Гүлнұр, қадамың құтты болсын, қош келдің. Көңіл күйің қалай, жақсы ма? Жақсы ма настроениең? Конечно, жақсы, өз үйіңе келдің ғой. Бұрын анау Қыпшақ елінде временный пропискаде квартирантка болып жүредің ғой, білесің ба? Постоянный пропискаге келгенің құтты болсын, Гүлнұр. Айналайын. Мына Қыпшақ елі сізге балабақша еді. Ал енді мына келген еліңіз, Керей елі сізге үлкен мектеп. Балабақшада ерке болдың, наз болдың, тәлпіш болдың, не ішем, не кием, не жейм демедің, қашан тұрам ұйқыдан, қашан жатам төсекке демедің. Сондай болып әлпештеп сені өсірді. Бірақ ол балабақша еді. Балабақша біткесін қайда барады? Мектепке барады. Қамбаровтар атындағы қазақ орта мектебіне қош келдіңіз. Бұл мектептің өзінің заңы бар. Бұл мектептің өзінің заңы бар. Бұл мектептің басшысы бар, директор бар, Райхан апай деген. Өте қатал, әрі мейірімді, әрі дана, данышпан анасы бар. Міне сондай мектеп директорының қолына түстің. Екі завушы бар. Білім жөніндегі және тәрбие жөніндегі. Елемес ағай деген тәрбие жөніндегі, Жамал апай деген білім жөніндегі завушы бар. Анау жаныңызда тұрған физрук труттан беретін Сәбит ағай. Көрдіңіз ба? Ал енді өзіңіз Қазақстан тарихымен, қазақ тілі әдебиеттен сабақ бересіз. Сөйтіп осы Керей елінің көшін көбейтесіз. Келістік па? Осы әулеттің заңына бағынасыз. Өйткені сіздің анаңыз да бағынған, әжеңіз де бағынған. Бүкіл тарихтағы тұрмысқа шығып, басқа елден келген келіндердің, қыздардың барлығы келін болып бағынған. Сен де бағынасың, Құдай қаласа. Егер жақсылап бағынсаң, осы әулетті Құдай қаласа бағындырасың. Райхан апам құсап. Көрдің ба Райхан апамды? Приказ беріп отыр бәріне. Райхан апам не десе сол болып отыр. Өйткені бағынған осы әулетке. Сен бағынасың, және келешекте бағындырасың. Бақытты болайын алайын. Бақытың баянды болсын. Ай десе аузың, күн десе көзің. Мынау сымбатыңа сұлулығың, ақылыңа көркің сай, Қыпшақ елінің қызы екенсің. Міне бүгін Керей елінің келіні болып келіп отырсың. Қадамың құтты болсын. Білмеймін, Хауа меді, Ева меді, әйтеуір қазір қыздар көп әдемі. Қытайдың қысық көзді аруынан қазақ қыздың ботадай көз әдемі. Қызыл сары қызынан Европаның қара торы қазағымның өзі әдемі. Үнді қызды билейді мың бұралып, бәрібір қазақ қыздың белі әдемі. Орыс қыздың бетіндегі сепкілінен қазақ қыздың бетіндегі мен әдемі. Түріктің әлпештеген хатунынан қазақтың келін деген шені әдемі. Жер жүзінің қыздарын жиып келсең, бәрібір қазағымның қыз әдемі деп, әдемі сұлу келінімізге бір қошеметтеп қойыңыздар шқанекей. Ай, бәрекелді. Енді Сәбит бауырым, қолыңа анау мынау емес, зор керемет бір құс қонған екен, ақ құсың, бақ құсың. Құтты болсын. Байқап тұрмыз, мынау Гүлнұр деген қыз миллион жігіттің арманы болған сияқты. Бүгін Сәбит деген қазақтың мырза сер жігітінің жан-жары болып тұр. Жолың болғыш жігіт екенсің, Сәбит. Өйткені қазақ атам айтады, егер жігіттің жар таңдаған кезде жолы болса, оның өмір бойы жолы болады деген.
Міне сен бүгін жар таңдауда жолың болды деп есептейміз. Бұдан кейінгі жолың ашық сенің. Құдай қаласа бақытты болыңдар. Бақыттарың баянды болсын.